8 сынып 4 тоқсан тжб. Тыңдалымға кіріспестен алдын мен мына жерге WhatsApp номер қалдырып кеттім. Егер сізге осы тжбдан өзгеше тжб келетін болса, маған осы номерге WhatsAppқа жіберсеңіз, мен сізге тегін жауаптарын жасап беремін. Кеттік. Ең бірінші тыңдалым. Тыңдалым бойынша бізде белгілі бір тамақтың рецептісін айтады, рецептісін қалай жасалатыны туралы айтылады. Біз сіздермен мына қалдырылып кеткен жерлерге сөздерді жазып шығуымыз қажет екен. Ең бірінші айтады: The teacher says the soup can be kept in the fridge for up to 3 days. Яғни 3 күнге дейін не істеліне алады, сақталына алады дейді. Пісірген соң желінбей қалса, тоңазытқышқа сап қойып 3 күн сақтасаңыз болады деп мұғалім айтқан екен осы тыңдалымда. Келесі, екінші сұрақ. The teacher suggests calling the dish said jelly деген. Яғни өзінің әркім әртүрлі айтады деді, бірақ мен осы тамақты said jelly, яғни әжемнің құрметіне осылай атағым келеді дейді. Келесі, үшінші сөйлемде бізде не дейді? The most important ingredient to put in the soup is potatoes. Яғни картошка не істейді дейді? Картоп супты кішкене қоюландырады дейді. Келесі, after the vegetables are washed, students have to chop. Яғни жуылғаннан кейін оны турау керек дейді. Келесі ол бізде roasting the vegetables in the oven can improve the taste. Немесе мына сөз жазсаңыздар болады, flavor деген сөзді жазсаңыздар болады. Келесі, the teacher most likes adding cooked pasta, немесе просто паста деуге болады. Cooked pasta, яғни макарон, немесе обычно макарон деп жазсаңыздар болады. Себебі мұғалім айтқан екен, мен бұл тамаққа супқа қасына не пісірілген макарон беремін дейді. Сонымен бірге қосқан өте дәмді болады дейді. Келесі ол бізде reading, яғни оқылым бойынша бізде сіздермен true false жасауымыз қажет екен. Кеттік. Ең бірінші сөйлем. At the high school in the States, the students got some plants to look after. Ол бізде true. Яғни оларға не беріледі? Қандай да бір өсімдік беріледі, яғни не істеу үшін? Қамқорлық көрсету үшін дейді. Келесі, the students grew vegetables only at home. Бұл жерде бізде school gardenға апарып егеді негізі. Текст бойынша сол себепті бұл бізде false. Келесі бізде the students took the vegetables to the homeless shelters. Бізде жаңағы үйі жоқ, баспанасы жоқ, жаңағы тұратындар солар жиналатын жерге не істейді дейді, апарады дейді. Келесі, the students raised some money to give to teenage charities. Бізде не болады? True болады. Себебі олар ақша жинап, оны қамқорлыққа, қайырымдылық қорларына не істейді дейді, жібереді дейді. Келесі, жіберді дейді. Келесі, students in a Canadian school raised money by doing some building work. Бізде false болады. Себебі бұл жерде олар ақша табу үшін емес, волонтерство жасау арқылы не істеді дейді, өздері волонтерство жасап, үйдің шаруаларын жасау арқылы өз еріктерімен барды дейді. Яғни мақсаттары ақша табу емес. Келесі, there are no fewer school students than local adults taking part in the project дейді. Яғни оқушылар саны аз дейді. Бұл бізде false. Неге? Себебі most, яғни көп басым бөлігі мектеп оқушылары негізі текст бойынша. Сол себепті бізде false болады. Так, осымен бізде сіздермен талдау аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Себебі осы каналда мен тжб, бжб, IELTS-қа байланысты неше түрлі пайдалы ақпараттар салып отыратын боламын. Сау болыңыздар.